Сәлем достар, пиццаны мен әркез әртүрлі жасаймын. Кейде қамырына жұмыртқа қосам, кейде қоспаймын. Ал кейде мысалы үйде қаймақ болса, қаймақ қосып жерем, немесе май қосып жерем дегендей. Ал бүгінгі қамырдың ерекшелігі пайдалы ұн қосып жатырмын. Жүгері ұны, бүтін дәнді бидай ұны және өзімізге үйреншікті ақ ұн болғанда бірінші сұрыпты ұн. Әйтеуір ағзамызға шамалы болса да пайдалы болсын деген мақсатпен жасап жатқаным ғой. Шыны керек, бәріміз ақ ұнға үйренген адамбыз, сондықтан бірыңғай ұннан, яғни өзге ұннан жасасам, үйдегілер ол нанды жемей қалуы мүмкін. Сондықтан шамалы болса да жартылай болсын, әйтеуір үйреншікті ақ ұнды қосып жатырмын. Ақ ұн болғанда да бірінші сұрыпты ұн, өйткені ода шамалы болса да құнарлылығы басым деп ойлаймын. Міне осындай жұмсақ қамыр иледім, қолға жабыспайды. Ашытқы салынғандықтан көтерілсін деп 1-2 сағатқа жылы жерге қоям. 1,5 сағаттай өтті, қамырымыз көтерілді. Енді бізге қатты көтерілген қажет емес, бауырсақ емес пісіріп жатқанымыз. Пицца міне өте қамыры жұмсақ, шамалы ұн араластырып қамырымызды жаямыз. Барлығы видеода түсінікті деп ойлаймын. Мен қамырды осылай сопақша етіп, жұқалау етіп жайдым. Осына қазір противенге саламыз. Астын майлаған дұрыс. Шамалы болса да майлап жіберу керек. Негізі қамыр жабыспайды. Не керек емес, пергамент қағазы қажет емес. Қамырға мен өзім осылай жасаймын. Бірден майонез бен кетчуп жағам. Жұқалау аз ғана жағамын. Неге мынандай щеточкамен жақсаңыздар, ыңғайлырақ болады. Осыны жағып шығамын. Кейде болады, енді ондай көп жағып жіберсеңіздер, осылай алып қалуға болады. Кейін оны бетіне жағып жіберуге болады. Пиццаға кез келген колбаса келе береді. Колбасаны да, помидорды да осылай жұқалау етіп турадым. Ортасынан бөліп, мен екеуінде қоса саламын, өйткені колбаса да өзінің дәмін береді. Және қызанақтың сөлі шығып, ол да пиццаға ерекше дәм береді, және пайдалырақ дегендей. Міне мана қалған аз ғана кетчуп пен майонезді беттеріне жағып жатырмын. Және мен пиццаға сыр таңдамаймын. Кез келген қатты сыр болса жарай береді. Жаңағы күштен өткізіп, бәріне ұсағы күштен өткізіп бетіне себезелейміз. Өзімізден аяймыз ба деп сырды аямай салдым. Енді осыны алдын ала қосып қойған газ духовкасына, қызып тұрған духовканың ең астыңғы қатарына салып 10 минут пісіреміз. Максимум 12 минут. Чуть запоздала. Күйіп кетпеген шығар, жандарым күйіп кетпеген шығар деп ойлайды. Қарайық. Бұл жарыспайды. Оңай ғана алынады. Кішкене ұстап жеріппін. Қытырлап тұр. Наны өте жұмсақ болады, және қытырлап тұрса да, пайдалырақ әйтеуір. Жеп жатыр жаным, ыстық байқа. Мінекі, ұғылып жатыр ма өзінен өзі? Қараңыздар, мінекі мынандай пицца шықты. Қазір мен сіздерге дәмі қалай болғанын айтайын. Ойбай жандарым, тіс өте қымбат, сондықтан жұмсақ не үгіліп тұру керек. Қорытындылап айтқанда, пицца өте дәмді, күтірлеп не қатты болмас үшін 10-12 минуттан артық ұстамаңыздар. Бұл газ духовкасы үшін. Ал егер жұмсақ болсын десеңіздер, онда қамырды қалыңырақ етіп жаю керек. Бірақ ашытқы қосқан дұрыс деп ойлаймын. Ұн сонда жұмсақ болады. Қамыр сонда жұмсақ болады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғыс білдіремін. Рахмет. Әрқашан дастархандарыңызда дәмді тағам болсын, бастарың аман болсын.
арнама жазылып қойыңдар.